Қанша жыл сен үйде отырдың? Үйде отырған жоқ. 10 жыл болды. 10 жыл ол неге 10 жыл? Кайфовала ма? Кайфовала, да? Давай, расскажи правду лучше нам. 10 жыл үйде отырдым де, как будто мен қамап қойған сияқты. Жоқ, қамақта отырған жоқпын мен, әрине. 10 жыл дегеніміз, ол бәрі ойлайды, 10 жыл. Әркімнің түсінігінде 10 жыл әртүрлі. Әр адам өзінің версиясын айтады, былай қарағанда. 10 жыл қамақта отырған жоқпын, иә. Бірақ 10 жыл декретте отырдым. Неге десеңіз, Қайрат ол енді көтеріліп келе жатты. Екіншіден мен балаларым дүниеге арта келді. Аралар 1 жас. 1 жас? Иә. Бастапқы үшеуінің. Хан мен Нарулдың арасы 3 жыл, ол да бірақ кішкентай, ойлаңыз, Нарул 3-те, хан дүниеге енді келіп жатты. Балалар кішкентай болғандықтан сол кезде қасында менің болғаным маңыздырақ болды. Бала барынша ананың мейірімімен, махаббатына тойып өскен қаладым. Өйткені ол жерде 1 бала емес қой, 3 бала бірдей. Есесіне мен балаларды қалай өскеніне куә болдым, өзім көзіммен көрдім. Ханда да кейін, хан дүниеге келген кезінде де үйде болдым. 10 жыл енді бізде үйде отырғанда, ел ойлайды отырған кезде жалпы отырып қалды деп. 10 жыл тек мен ел алдына шыққан жоқсың? Ел алдына шыққан жоқ. Жасырын болды. Тойға барған жоқ. Ол да концепция болды ғой. Иә? Көрсетпейміз? Кино шығарамыз, кинодан кейін шықтың ғой. Мен былай айтайын, мен де бір жоба болдым. Егер біздің тілмен айтатын. Бірінші жоба сонда Қайрат Нұртас, екінші жоба Жұлдыз. Гүлзира Сүйенқызының жобасы. Гүлзира ханым, менің ойымша, Гарвардта немесе Стэнфордта продюсированиеда вообще мастер-классты өткізу керек деп ойлаймын. Өйткені она гениальный продюсер. Как она это все придумала, я вообще удивляюсь, конечно. Біз бір Қайраттың «Тәтті сезім» деген концерті болды. «Тәтті сезім» деп, сезім дүниеге келген кезде сол концерттің атын апасы қойды. Сезім өткені тұңғыш немере, тұңғыш әулеттегі қыз, өткені Қайратта ұл балалар болғаннан кейін, атасы мен апасының қызы болғандықтан концерттің атауын «Тәтті сезім» деп қойды.